Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздер мен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында творог жасаудың жолын көрсетемін. Творогымыз осындай үгітілмелі, өте күшті және дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға жазылып, лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті зат ол сүт. Мендегі сүт қолдың сүті, алдын ала пісірілген сүт. Мендегі сүт піскен болғандықтан сүтті қайтадан пісірмеймін және де отқа қойып, шамалы жылытып аламын. Одан соң жылыған сүтімізге бір ас қасық биос қосамын. Биосты қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 4 сағатқа айранымызды ұюға қойып қоямыз. Ұйыған айранды осылай пышақтың көмегіменен кесіп шығамыз. Одан соң орташа отқа қойып, айранымызды пісіретін боламыз. Айранымыз қайнап шыққаннан соң сары суыменен ірімшігі бөліне бастайды. Толықтай ірімшікпенен сары су бөлініп шыққаннан соң қайтадан тағы да 10-15 минуттай қайнатамыз. Одан соң ситаның көмегімен немесе сүзгішпен немесе марлы қойып, айранымызды сүзгіштен өткізіп аламыз. Толықтай суы сырғығаннан соң холодильникке 3-4 сағатқа қойып қойсақ болады. 3-4 сағаттан соң творогымызды алып жіберуімізге болады. Немесе балаларға сырнике жасап берсеңіздер де болады. Одан соң қант қосып, қаймақ қосып жесеңіздер де өте күшті болып шығады. Және де творогқа күнжіт қосып жесеңіздер дәмі ерекше дәмді болып шығады. Түріктер осылай творогты күнжітпен жегенді ұнатады екен. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Творогымыз өте әдемі болып шықты. Міне қараңыздар, сап-сары және де осылай үгітілмелі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.